Қайырлы күн ағайын. Қаңтардағы оқиғадан кейін, қаңтар ұлт азаттық көтерілісінен кейін біраз ел танып жатты. Көшеде, автобуста, сіз қаңтарда сөйлеген, митингіде сөйлеген азаматсыз ғой деп. Сон қаңтардан кейін жаңағы бізді упаковать дейді ғой әлгі. Сонда бір кабинетте отырғанда бір жігіт айтып еді. Сонда істейтін әжептәуір. Бізде осы жүйеден қашып жүрміз. Бізге оңай дейсің бе деп мен жаңа тіл тигізіп кішкене қаттырақ тілімді сұғып намыстарына тиіп отырған кезде отырып айтты. Ағасы, білеміз ғой бәрін. Осы қашып жүрміз деді. Халықтың егер жаңағы Қарағандының өзінде жоқ деген кезде 50 мың адам шықса, біз онда халық жағына шығып кететін едік. Өздерің бір айналып тазының шашында, төбесіндегі шашындай тазың қалған бір 40 шақтың шығасың, қырсаң 100 шығасың, 500-ге де жетпейсіңдер. Сонан кейін сендерге болсын не деп айғайлаймыз деп. Содан кейін бір күні Моншаға түсіп атқам. Моншада, Қарағандта Моншада парда отырғам жалғыз. Парға кіріп бара жатқам, бір жігіт қарай берген, жас жігіт, жаңағы спорттық, жаңағы денесі бәрі спортпен айналысатын азамат екен көрініп тұр. Соның Моншада отырғанда жаңағы парға кірген кезде маған жаңағы бөлме жігіт артынан кірді. Соң отырып отырды да қолын ұсынды. Моншада қол ұстай қоймаймыз ғой, сасқалақтап қалдым да. Соң кейін тартып жер деп жатырмын деп ойлап қойып ұстасам, атын айтып жатыр. Мен аға сізге ризамын, сонда сөйледіңіз ғой. Осы мен қазір кетіп қалдым ол саладан дейді. Бәрі қажып жүр дейді жігіттердің. Мен инспекцияда да істедім, анда да істедім. Жігіттердің бәрі қажып жүр, халыққа қарсы шыққысы келмейді. Халық просто ұйқыда дейді. Халықтың дені көтеріліп шығып нетсе, олар да халық жағына шығады ғой. Олар да мына жүйеден, шіріген жүйеден әптен қажыды, қолынан боқ келмейтін, түк білмейтін параны беріп келген. Сонан кейін елдің бәрін боқтап жүретін бастықтардан ешқандай бір санасы жоқ, өзінің жеке басынан басқа, өзіне пайда табудан басқа көздемейтін бастықтардан бізде қажыдық дейді, біз жүйеден қажыдық дейді. Осыны айтып қалған мысалға жаңағы сол қызметте істегендер, істеп жүргендерді айтады. Мына халық бәрін көтерілсе, біз сақал жағына шығар едік деп. Бізге шын мәнісінде халықтың 2% актив болса, активность артса, қоғамды өзгертуге болады. Ол міндетті түрде жаңағы митингіге шығып төңкеріс жасау емес. Талап күшейсе, билік түзеледі. Біз талап етпейміз ғой. Талап еттік па? Міне қазір өздері қолдан ұйымдастырып адамдардың барлығын шатастырып істеген дүниеге жаңағы Алматыдағы тып-тыныш тұрған аэропорт Әйгерім Тілеужан басып алғысы келді деген мазақ ол. Халыққа жасап атқан мазақтары. Халықтың талабы күшейсе босат деп босатар еді. Оған сұрауға, талаптануға халықта жағдай жоқ қой. Үрей, сонан кейін дүниеге қостық. Құлшыныс болды. Дүниеге құлшыныс пен үрей, басқа түк жоқ қазір халықтың санасында. Боздамай шер қаныңды өлтірмей алар жаныңды деген Бұқар Жыраудың сөзі осындай да ойға оралады. Біз өлмей жанымызды беріп қойғанбыз, ұлттың жанын беріп қойғанбыз, ұлттық намысымызды беріп қойғанбыз. Бізде қазір малмен қатар тек қана существо дейді ғой, сол существо ретінде ғана жанымыз бар, ал ұлт ретінде қазақтық жанымыз жоқ. Сондықтан қазақтық жаныңа қайтайық, қазақтық жанымызға қайтайық ағайын.